бірінші бөлімін үйрететін боламын. Міне ол үшін біз екінші пернені басамыз. Бірінші 1, 2 міне. Екінші перне. Басып тұрамыз, қағыз төменге. Бірлет, сосын жібереміз, сосын жоғарыға тартамыз. Міне сонда бұлай екі қағыз болды. Тағы дәл осылай қайталаймыз. Сонда 4 қағыз болды. Қағыз деген бұлай бірлет тарту, бұлай қолды бұлай жасау. Басынан бастап қайттан басам, түсінікті ғой. Енді екінші пернені қайттан басып тұрам. Төмен, жоғары жіберем. Сонда 4 қағыз болды келесісі. Міне. Жібердім, ашық. Әрі қарай. Тағы екінші пернені басам, төменге. Сосын төменге, жоғары. Төртінші қағызда үстінен де екінші пернені басам, жоғары қағыз. Осы жерге дейін үйретейін, қайттан басынан. Төмен жіберем, жоғары. Төмен жіберем. Менімен осылай жай қағып отырыңыздар, видеоны қарап. Ашам, қайттан қайталау. Жаңағымен бірде тек соңында мына үстіндеген басамда. Екеуін басып тұрамда, екінші пернеден жоғары бұлай тартам болды. Сонда мынадай әуен шығады ғой. Тез тартқан кезде, енді басында тез тартпай қойыңыздар, біріктіріп қосып тартсаңыздар болады тек. Көрдіңіздер ма? Мен осылай адай күйін үйрене аласыздар. Және де мен мынадай сызба дайындап қойдым, шағын. Армандастар әні, мен осы сызбаны Қазпошта арқылы ала аласыздар. Армандастар әні бар ішінде, қазір көрсетейін. Қалай тарту керек, ішінде жазылған барлығы сандар арқылы. Армандастар әнінің сандарымен жазылған, сөздерімен дайын. Қараңыздар міне. Армандастар, құрдастар әні сандарымен дайын. Осы қарапайым оңай үйрену әдісімен жазылған. Барлығы дайын міне. Осыны Қазпошта арқылы ала аласыздар. Әрі қарай міне адайдың жалғасын үйретемін ғой.